Ассалауму алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге қалай Расаны версия 4 жасауды үйретем. Полный гайд болады, қалай версия 4 жасау, оның квесті қалай алады. Раса версия 3 жасауды мен уже алдыңғы видеода көрсетіп қойдым, алып кеттік. Ал мен бұл видеоны ағылшын ютуберінен алдым, так как менде сабақ, менде версия 4 істеп отыруға уақыт жоқ. Өздерің білесіңдер, оны істеуге де көп уақыт керек, мираж сабу керек, анау мынау дегендей. Оның бәріне көп уақыт кетеді. Менде оған уақыт жоқ. Так сол үшін мен сендерге толықтай озвучка жасап беремін, қалай версия 4 алуды, қалай квесттерді өту, барлығын қазақша дұрыстап, барынша дұрыстап озвучка жасап сендерге айтып беретін боламын. Ал кеттік, видеоны көрейік. Сендер подписка жасап қойыңдар, скоро 1000 подписчик болады. Топ подписчиктерге мен фрукт подарить ететін боламын. Кеттік. Ал сендерге ең бірінші керек нәрсе ол репиндраны өлтіру керек. Одан кейін сендерге тағы да бір чаша керек. Сендерге в общем 2 чаша керек. Чашаны алу үшін сендер осы замок на мореге келесіңдер. Замок на мореге келіп NPC-дан задание алып, осы элитный пираттарды өлтіресіңдер. Элитный пираттарды өлтіріп, сендер өздеріңе чаша түсіріп аласыңдар. Чашаны түсіргеннен кейін сендер осы цветтерді, легендарный цветтерді өйстіп басып активировать етіп шығуларың керек. Ақ, қызыл, сосын фиолетовый цветтер болады. Осы жерлерде болады осы цветтер. Осы хоккейдің цветтерін алып қойғаннан кейін сендер чашаны қойып рипиндраны шақырасыңдар. Рипиндраны өлтіргеннен кейін сендер осы көкеңмен сөйлесесіңдер да сөйтіп осы большой деревоға қарай аттанасыңдар. Большой деревоға келіп, ал большой деревоға келгеннен кейін сендер осы жерге кіресіңдер. Если сендерде кіріп тұрса, онда болды, орындалды деген сөз. Содан кейін сендер осы көкеме қайттан келесіңдер. Ол сендерге кей ал деп айтады. Кей, ред кей. Ол ред кейді алу үшін сендер осы островқа келесіңдер чашамен. Сосын осы островтағы NPC-ларды өлтіресіңдер. 10 какао жинайсыңдар. 10 какаоны осындай шоколадный чашаға обменять етесіңдер. Ал енді сендер осы островта 500 килл жасағаннан кейін король Тестон шақырасыңдар. Осы король Тестон шақырғаннан кейін сендерге көп адам керек болады. Ол өте қиын бос. Оны өлтіргеннен кейін сендерге миррор фрактал түседі. Миррор фрактал сендерге миражға керек болады. Ал миражды іздеуді барлықтарың біледі деп ойлаймын. Мынау баяғы видео болғаннан кейін сендер оны тики жақтан бастап іздейсіңдер. Мираж островты 1% шанспен тапқаннан кейін сендер оның ең биік жеріне баруларың керек. Ең биік жеріне барғаннан кейін сендер түнді күтесіңдер. Түн болғанын күтіп, ең биік жерде отырасыңдар. Осы жерде ең биік жер болып саналады. Сосын түн болғаннан кейін сендер расаның абилитиін қосасыңдар да айға қарап тұрасыңдар. Ай содан кейін осылай светится етеді. Содан кейін сендер мираж бойынша іздейсіңдер. Көп түсті өздерінің шестеренкаларыңды іздейсіңдер. Ол мираждың бір жерінде жатады. Осылай жап-жарық көк бөлмек болып. Оны тапқаннан кейін сендер осы ағашқа қайтадан келесіңдер. Ал большая деревоға келгеннен кейін сендер есікті ашасыңдар. Есік ашылса болды, онда сендерде раса версия 4-ге доступ бар. Сендер содан кейін қастарыңа 3 достарың керек. Full moon болған кезде 3 достарыңмен бірге большая деревоға барасыңдар. Төртеуіңде 4 түрлі раса болу керек, бірдей болмау керек. Содан кейін барлықтарың full moon болған кезде бірдей ability қосасыңдар, версия 3-тің. Содан кейін сендер әрқайсысында әртүрлі квест болады. Ол квестті өткеннен кейін сендерде осындай PvP болады. Ол PvP-да достарың ресет жасайсыз болады. Олардың барлығы өлгеннен кейін осындай сыздықтың артынан жүресіңдер, осындай душаның. Содан кейін ені басып, сендер өздерінің бірінші шестеренкаларын қоясыңдар. Ол шестеренканы қойғаннан кейін уже сендерде раса версия. Ал расаларың версия 4 болғаннан кейін сендер квест орындауларың керек болады. Оған сендердің достарың керек болады. Сендер осылай анау қызылды толтыруларың керек, қызыл шкаланы. Оны толтырғаннан кейін Awakening деген кнопканы басқанда сендер раса версия 4-дің трансформациясына айналасыңдар, короче. Осылай сендер достарыңды ұрып шкаланы толтырып Awakening жасап, оның уақытын көбейтіп отырасыңдар фрагментке. Содан кейін әр уақытын көбейткен сайын next full moon деген жазу шығады. Одан кейін сендер full moonды қайтадан осылай достарыңмен бірге өтіп, уже шестеренкасын қоя бересіңдер. Осылай қайталай бересіңдер, стейджін көтере бересіңдер. 4 стейдж болады. Әр қайталаған сайын сендерде уақыты көбейе береді. Ал раса версия 4 жасауға мен сендерге көмектестім деп ойлаймын. Кім жасай алмады? Бұл енді қиын нәрсе, енді раса версия 4 жасау деген қиын нәрсе, былай қарасаң.
одиночка істесең анда кыйын. Ал достарың болсо онда оңайыраак болот. Ким істей алмай жатыр, биздин группага кирсеңдер болот, Telegram. Онун болсо видеонун астына ссылкасын коюп кетем, группанын. Сол жака кирип өздөрүңө достор тауып бирге истесеңдер болот. А истесеңдер вообще истей алмай жатсаңдар, достор таппай жатсаңдар, онда менен версия 4 бар аккаунт сатып алсаңдар болот. Или одан арзаныраак керек болсо, онда Mirror Fractal бар аккаунттар бар менде. Ол деген Mirror Fractal, ол Катакуриді өлтіріп, ана Король Тестаны өлтіріп болғаннан кейін түсетін нәрсе. Хотя бы сендердің ойындарын жеңілдейді. Ал енді осы видео кімге ұнады, лайк басып кетіңдер. Давайте. Я вас люблю, ребята.